Балғынбек Жаханғалиұлы Имашев, айтыс өнерінің көрнекті өкілі, астар мен әзілдеп айтысудың шебері. 1977 жылы қазіргі Алматы, бұрынғы Талдықорған облысы, Кербұлақ ауданында дүниеге келген. Мамандығы әдеби аудармашы. Айтыстағы сатира мен юмор тақырыбында кандидаттық диссертация қорғаған. Өнердегі ұстазы Айтақын Бұлғақов. Үлкен айтыста жүрген 20 жылдың ішінде 14 көліктің, бір рет пәтердің кілтін ұтып алған. Париж, Стамбул шаһарларында өнер көрсеткен. Орыс және қазақ тілдерінде айтысалады. Өмірлік ұстанымы: кең болсаң кем болмайсың. Сара Советханқызы Тоқтамысова 1986 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында дүниеге келген. Мамандығы филолог, кәсібі оқытушы. Үлкен сахнада жүргеніне 14 жыл. Тақылдағанның арқасында тақымдаған тұлпарларының саны 15. Суып салма өнердегі ерекше дарын үшін Сара Тоқтамысова 2012 жылы Дарын мемлекеттік жастар сыйлығына ие болды. Балғынбек Имашев, Сара Тоқтамысова. Әйтеуір бұрылдың ғой зорға айтысқа, біз қалай қуанбаймыз ондай тұста. Біз едік боздаланың боз торғайы, әрине таныссыңдар сондай құсқа. Отан пана болады азаматқа, ұя пана болады торғай құсқа. Сиез алды дүркіреп той жасадың, біз көсіліп шабайық сондай тұста. Тұғыры тіліміздің биік болсын, ғұмыры төленердің болмай қысқа. Сиез өтіп кеткен соң миез болып, бұл айтыс айналмасын соңғы айтысқа. Игигай, 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 игигай. Нұротан келді айтысты көтергелі, болмай жүр кеуде шіркін жөтелгелі. Айтысты партиян кеп қолдамаса, осы айтыс өтпеспеді, өтермеді. Атында ерекше ғып аламанның, кіл жүйрікте кім жүйрік екен деді. Егерде билік өзі қолға алмасам, айтысың қайтыс болып кетермеді. Өлсемді хайлайлымге бір басайын, қутақта екшекті әкел бері. Абылайдың асында бір шаппасам, қонғаны өлең шіркін бекермеді. Игигай, 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 игигай. Жиылып сегіз ақын ылғи мықты, анықтар кіл жүйріктен шын жүйрікті. Арқырап арқалықтан Айбек келді, алыспақ атыспаққа бірдей мықты. Алтайдың ар жағынан келген ақын Қанатбекте көрсетті қырғилықты. Айнұр деген айтыста аққу болса, Жандарбек құлагер ғой қылғүйрықты. Бір жанның сәтті өлеңі шөл қандырса, Мұхтардың тәтті өлеңі тілді үйріпті. Ал енді сегіздің ең семізіне аңқыған сарасынды гүл бұйырыпты. Игигай, 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 игигай. Алыстап біраз уақыт хайлайлымнан Балғынбек Шорабекші айғай қылған.
Аман есен келдің бе сара қалқам, тілегін жездесіне майдай қылған. Бұл сара қарсыластың қауіп түсі, мойынын жездесіне ойнай бұрған. Қырғыздың әуеніне салып алып, қазақтың ақындарын қойдай қырған. Игигай, 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 игигай. Сен маған келін болдың, балдыз едің, бір басың екеу бопты жалғыз едің. Қайнағаға қалампыр боламысың, жездеңнің жұпар шашқан жалғыз едің. Екеуміз айтысқалы 7 жыл өтті. Ана бопсың, сыланған сән қыз едің. Ей сара келін болдың деп, ағыттың сөздің тиегін. Жездеміз сөзден жаңылды, сақал басқанда иегін. Құтырғаны жұт болат деушеді семіз түйенің. Кетпеннің басын басқанда ойламадың ба бір шетті сақ етіп басқа тиерін. Сен мені келін дегенмен қойныңда жатқан қабырған қандасым менің сүйегім. Сен мені келін дегенмен әпкем деп жүгіреді ғой, үйіңе барсам жан жақтан 5 саусақтай 5 жиенім. Өзгермейді атымыз, ауыспаса орыны өзіңіз салған жүйенің. Әпкеміз аман тұрғанда ол жағым бірақ армандап қышымасыншы иегің. Балдызыңызды жатырқап таяйын деген секілді тіліңіздегі тиегің. Айналайын ағайын, мен дүлкен күшкі иемін. Артық айтып нетейін, орнына қойып кетейін. Алқын жұлқын кеп тұрған апамның ерке күйеуін. Бісміллә сөзді бастайын, тарту қып жырдың тәуірін. Халыққа терең ой тастап, ортекедей ойқастап, ақындар келді алдыңа, арқалап жүктің аурын. Қазақтың қайсар қыз едім, тамиристердің ізедім. Жекпе-жекке шыққанда тимесін жерге жаурын. Шыңдары менің мәртебем, даламның әрбір тауынның. Айтысқа шыққан кездегі асау шабытым секілді. Сарарқам сенің ақпанда, сақылдап соққан дауылың. Еліме деген көл көсір, ақ махаббатым секілді. Көктемде жауған жауының. Шалқып бір қалсын мерейін, иіліп сәлем берейін. Айтысқа келген армысың Астанадағы қауымым. Халықтың дархан даласы, бараймақ бүкіл қаласы. Мен дәм татпаған жоқ шығар, қысыңда қазы қартамен, жазыңда қарбыз қауының. Жетісу батыс арасы, арқа мен Алтай саласы. Шырағы жанған мекеннің барлығы менің ауылым. Шыбырлап жердің бетінде жүрген қазақтың барлығы бір туған менің бауырым. Туған жер алтын тұғырым, тамырым, тегім, түбірім. Кім болса мейлі ол болсын, аз болсын мейлі мол болсын. Жер қайысқан қол болсын, сендерге қасты ойлаған адамның ата жауын. Жымиған жездем армысың, жүрегі таза жайдарлым. Жаныңда сенің отырсам жақұттай менде жайнармын. Топ бастаған кәдімгі серкесі сынды қойлардың серісі місің тойлардың. Қарахан басың секілді қоймасы қымбат ойлардың. Орының бөлік айтыста ораза айы секілді сұлтаны барлық айлардың.
Ата боп берген несіпке балпиып жатқан бесікте сәби кейпіңнен айналдым. Зияны жоқ ешкімге зиялы жүзді жездемнің бар болмысына қайранмын. Бәйбішелері мінетін момын атындай ей байлар. Бәйтерегісің сен бәке, басында тұрған жотаның. Түренді тыңнан салдың ғой тісіндей болып соқаның. Әуенің қырғыздікі деп алқымғаған жар тақадың. Оспанқұл салған саз еді ауылына барғанда қайғылы кенен атаның. Сол кезде басын көтеріп мойнынан кенен атамыз қамытын шешкен қапаның. Тілі мен түрі діні бір туған қазақ қырғыздың достығына көпірі секілді қылып атадым. Ал жезде саған қарасам, үстіңнен шешіп тастапсың оюлы қазақ шапанын. Киіп алған костюмың қиындысы емес пе Қытайдан келген матаның. Жол болсын табалауыңа көршіңдікі деп мақамың. Бізде де ауыз болғанмен айтқан жоқпыз ғой ешқашан. Аузыңның тұрған астында араптікі деп сақалың. Күлместен бұрын досыңа қарап ал сақал шашыңа. Сізге қаратып айтқандай қазақтың осы мақалын. Астына мініп алып қырғыз атын, түрі бар ғой доданы шын бұзатын. Орнына отырғызам деп қояды, жездесін бағындырып жұлдыз ақын. Орныма жатқызып апан күнде мойнымды еріксіз бұрғызатын. Семейдің қыздарына таң қаламын, еркекке айтқандарын қылғызатын. Жатқызып отырғызып болдыңдар ғой, күндерің болады ма тұрғызатын. Игигай, 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 игигай. Әуенді балға қылып ойды шеге, жеңіске болады екен қайгысеге. Айтысты аңсап келген ағайынға семіз сөз асатайық майлы сере. Балғынбекті келдің де момын ат деп мінгізіп қойғаның ай бәйбішеге. Болмысыңа таң қалам деп айтарардай, Құдай-ау көзің түсті қай мүшеме. Игигай, 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 игигай. Сақал өсірдім мен ұқсап бабама, төле әйтеке мен Қазбек бабама. Абылайды ханымде сақал бар ғой бәрімде, Абайда шәкәрімде. Мейлі арап деп айтсын сара қыз, қазақ боп мәңгі қаламыз, сақалды барлық бабамыз. Мейлі бетіме өссін жүндерім, намазбен өтсін түндерім, мен қазағыммен біргемін. Шапалақ қайда мейлі, дін ислам менің діңгегім, патшама қарсы үрмедім, мен Нұр Отанмен біргемін. Ой, 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 ой,
Жездемсің еркелетіп ойнай күлгін, қасыңа сара келді жайнай күлгін. Енді тек бірақ нәрсе жетіспей тұр, бұл жігітке ән айтып қоймай жүргін. Бақытсыздықвамен би билесең жарасып кетер едің, ойбай мүлдем. Айтысына Нұртастың әнін айтып сайрай кірген. Той соны төбелеске ұласпасын, қайрат жүрген жерлерде хайвай жүрген. Мейлі деп миымызды қатырғанша айтқаның жақсы еді ғой хайлайлыммен. Танытқан жұртқа сізді сол әуенді, халықта сағынды деп ойлаймын мен. Балғынбек деген өзі қызық ақын. Қыз көрсе қыз қайнап қызынатын. Өзіңізге бір мінез пайда бопты, 80 келі салмақпен сызылатын. Қай жеріме көз салдың деп қояды. Атағы абыройы ұзын ақын. Бір күнгі Нұр Отанның айтысында апырай түрің бар ғой бұзылатын. Сізді көрсе мультиктер еске түседі, енді соның берейін тізіп атын. Маша мен Медведтегі аю ұқсап, қорбаңдап аяғыңның ізі жақын. Шіреніп қазан басың қозғалғанда шіректен айнымайсың біз ұғатын. Спанч боп өпкісіндей мұжылатын. Қарыныңды айтпай-ақ қояйыншы, бір құмалақ сап жерсем бұзылатын. Жан дүниеңе қызықтым деп отырсам, сөзді бұрып отыр ғой бұзық ақын. Жаңа айтқан сөзіңді апайымыз естіп қойса төбеңнен жүз ұратын. Қай мүшеме қызықтың деп қояды, қандай мүшең қап еді қызығатын. Арқыра шабыт арқыра, мультфильмді айтып халқыма. Ағайын құлақ салсаң бар, шағайын біраз мұңымды. Бұл күнде менде анамын, үйімдегі баланың болашағын ойласам, ет жүрегім езіліп, көкірегім тілінді. Ертегі айтыңдар, бала жоқ, бесік жыр айтар ана жоқ, заманым қырық құбылды. Байыппен терең бойласақ, осы жағын ойласақ, саясат жатыр астартын, астарын кімдер ұғынды. Ата-ана болса жұмыста, баламыз жалғыз бұрышта, күндіз түні көз алмай көк жәшікке үңілді. Қазақша жалғыз балапан, оның өзінде балаға бағдарлама жоқ сіңімді. Николадион, жетикіс, тиджи деген бәлелер шұбарлап бітті тілімді. Түрлері шайтан ібіліс, атыс шабыс қырылыс, мультиктің бәрі осындай бір арнаға бұрылды. Спайдерменге серік боп, беті маңға еліктеп, осыдан шығар баламыз, бесіктен белі шықпастан қылмысқа қарай жүгірді.
жау кешегі ерліктің нағыз символы, Ерназардың кенжесі ертөстік қайда бұрынғы. Оятып рухын жұртымның, санасын сілкіп ұлтымның, тірілту керек қайтадан, алпамыс қамбар ертарғын қобыландыдай жырыңды. Кітап оқудан түңілген, планшетке үңілген, компьютер басқып өсірме, өрімдей қызбен ұлыңды. Аз емес шығар көргенің, есіңді жишы енделім, ел болам десең еңселі экранды дүзей бүгінгі. Сирағын талай қасқырдың, сындырған қанды қақпансың. Жырға толтырып көңілін, ұлға толтырып өмірін, бес уақыт намаз секілді, бес баланы таптырып, қойна оғытты күйеу боп әпкемнің көңілін тапқансың. Бағана сені көргенде, ата қаз ұқсап балпаңдап, балапандарың дертіп ап айтысқа келе жатқансың. Қалауым боп тұр өзіңе, сарағы соны ақтарсын. Жүк артып апам байқұсқа бір әкелмейсің айтысқа. Сіңілісі қалай шаттансын. Тым болмаса көзіме жиендерімді көрсетші. Жүрегім тулап мақтансын. Жиендерін көргенде әпкелерінің көңілі көкке жеткенде ей боп қалсын. Дұшпан болған кезім жоқ сары саған қайлайлымге сал десең сала салам қайлайлым қайлайлым қайным қайлайлым. Апайыңыз айтысқа келмесе де өзің көрдің келді ғой, бала шағам қайлайлым қайлайлым қайным қайлайлым. Bir бүлікті бастады сарайласын өлшеп кеп, өз апасын аялап Балғынбекті бөлшектеп, жиен құлдың орнына жиен ұлды көрсеттеп. Халық отыр мінекей, бізді оларды көрсектеп. Жюри отыр мінекей, балаларға 10 балдан көрімдікке берсек деп. Мен отырман ағайын, көзді ердеп қорқақтап, көңіл күйім сел соқ боп, қайлайным қайным қайлайным. Айтыс десе ақындар шыңғызады, қиын болды ау Семейдің бұл қыздары. Қайлайным қайлайным қайным қайлайным. Айнұр келіп тұрғызса айтақынды, мынау келіп жиенін тұрғызады. Қайлайным қайлайным қайным қайлайным. Аю дедің сен мені, Шірек дедің, ауырттың ғой балдардың жүректерін. Қайлайным қайлайным қайным қайлайным. Шақырайын Алла деп, сақынаға алсын елдің ақбата тілектерін. Қайлайным қайлайным қайным қайлайным. Қайдасыңдар құлыншақтар, орындарыңнан тұрыңдар, мойындарыңды бұрыңдар. Топырламай бесеуің, бір екеуің шығыңдар. Анаң сатып әперген қолдарыңда гүлің бар. Қайсы ақын жақсы айтса,
гүлді соған апарып ізет құрмет қылыңдар. Хайлайым, хайлым, хайлайым. Арманыңа жеттің ғой, Сарашыда көз тигізбей алла алсын панасына. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Жүгермектер ұмытып әкелерін бәрін берді мінекей нағашыға. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Халық оны байқаған, қонжықтары аюдың өзім сынды майтабан. Гүлді маған бермесеңдер қайқайыңдар қайтадан. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Орындадым қолқаңды, сенің бүгін өзің айтшы кім жеңді, жеңілдігім. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Балаларды несіне әуре қылдың, беретұғын жоқ болса көрімдігің. Хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Ренжімеңдер қонжықтар, Сара деген нағашың сараңдау боп барады. Бар жұмысы жездесін жамандау боп барады. Балдыз еді бүгінде маған жау боп барады. Қазақша мультик азақ деп ұрпағының ертеңіне балдардың алаңдау боп барады. Қорықпағын Саратай, жиендерің тек қана Отау ТВ арқылы балапанды көреді. Қорықпаңдар балалар, қамқоршымыз Нұротан өздеріңе сенеді. Айтыстан соң сендерге Бауыржан Бәйбек ағаларың Тачка деген мультиктің қазақша дискін береді. Хайлайым, хайлым, хайлайым. Құлыншақтар шығып тұр ғой, әкесінің айтқанын ұғып тұр ғой. Нағашыға бердің деп қызғанады, жездеміздің ішінде бүлік тұр ғой. Балалар өз бетімен не біледі, апасының айтқанын қылып тұр ғой. Жүрегі Жетісу деп соққан менен бүйрегі Семей жаққа бұрып тұр ғой. Ойларында әкесі тұрған менен, бойларында біздің қан ұрып тұр ғой. Мен болсам айтыстағы жұлдызайын, ендеше шабыттанып шыңғызайын. Апаңыз күнде кешке жатқызат деп бағана жайып салды күллі жайын. Отырғыздың деп маған өкпелесең, ендеше бір қызықты қылғызайын. Асықпасаң бәрі де болады ғой, шекпеші түнде жапа күндіз уайым. Асқабақтай басыңды айналдырып, күн бақыстай мойныңды бұрғызайын. Қазақтың қырғыздың мақамымен отырғыздым, қазақтың мақамымен тұрғызайын. Көкталда да жүресің, көк
сапарда да жүресің, атқа мініп шабасың, айтысқа да барасың. Жайын ойлап жұмыстың, қамын ойлап туыстың, шаршамайтын жездеке. Өлең арнап бар қызға, біз секілді балдызға, хан сарайсың жездеке. Әнді жақсы айтасың, биде жақсы билейсің, суға салсам батпайсың, отқа салсам күймейсің. Өлең арнап бар қызға, біз секілді балдызға, хан сарайсың жездеке. Бір жағыңда гүл апам, бір жағыңда нұр оттан, шаршамайсың жездеке. Ай нұр аққу қағып қанатын, әрбір көлге ұшып қонатын. Менің сарам ал, менің сарам, сол ай нұрға сіңілі болатын. Менің сарам ал, менің сарам, сол ай нұрға сіңілі болатын. Сатылмайтын ақшаға сары алтындай сапсара, өлең айттың сен маған көмек беруге. Алтын қыран жазып қанатын, айтыстарға спонсор болатын. Ал сал жанып біздің сал жанып, туған күнді айтысқа баратын. Қазан атсың, күлексің, азаматсың, жігітсің, қазағыңмен мәңгілік соқсын жүрегің. Азаматсың, күлексің, қазан атсың, жігітсің, қазағым деп мәңгілік соқсын жүрегің. Бәрекелді. Балғынбек пен Сара. Ақындарымыздың бағаларын бір бағамдап алайық. Балғынбек. 10, 10, 10, 10, 10. Сара ақын. 10, 10, 9, 10, 10. Бәрекелді, рахмет. Тағы бір кезек өнегелі өсиет тыңдап алсақ. Ал атаның қадірін айтайын, ананың қадірін айтайын, балаға деген ықласын санаға салып байқайын. Туғаныңда қуанған, дүние малын бұланған, аман болса балам деп Алладан медет сұранған. Жәрдеміңе жараған, қабағыңа қараған, жолаушы болып кеткенде сағынып келген даладан. Мүнәсіп атқа міндірген, жарасар киім кийдірген, қарнашар деп кәбап боп қасыңа тамақ үйдірген. Иығына міндірген, жерге қимай қоярда етегіне сидірген, 62 тамырын әуелден Құдай идірген. Ей, мектепке беріп, жасыңда танытып құбла бүлдірген, жыласаң көңлі жүдеген, қуансаң тасы бүдеген. Көркіңе көңлесі балладан өмір тілеген, ей, әкеңдей құбла қамқорың табылмас мына дүниеден. Мейірбаның еу, жан әкев, әкеңде өлмес болсай шай, әкесі кетіп қасіретін балада көрмес болсай шай. Әшер жүрек болып артыңда қалада көрмес болсай шай, әкенің қадірін ұл мен қыз тірде кезді білсең шай.
көтерген, мехнат тартқан төтемнің еңбегінде етілген. Жақсылық қылсаң пірді, жаманды қылсаң тіріді, жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннат мекеннен. Аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнап май берген, құндақтап жерге жай берген, оның қылған қызметін күн менен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден, ыңылдап даусың шыққанда шықпаған жырақ, қасыңнан күйзеліп жаны ашыған. Ей қараңғыда жыласаң таныған көрмей, даусыңнан мейіріміңді сүтке қандырған мехрибан бар ма осыдан? Аллах пайғамбардан соң күллі жақын досыңнан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше, көбелектей айналып пәрбәна болған басыңнан. Ал ақ етегіне сарылтқан, ерніңе емшек дарытқан, қарныңа қорек барылтқан, беліңнен батып былғансаң жеркенбей жуып арылтқан. Мұздайда бесік таянғаны, жыласаң шошып оянған, анаңдай қамқоры бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызметісінен не болар жаным аянған, аязды күні айналып, бұлытты күні бұрылған, жасына ресті күніңде қайрылып келген қырымнан. Ыстық пенен суыққа перзенті үшін ұрынғаны, дүнияда Құдай жаратқан мехрибан қылып бұрыннан. Ей, әр перзенті Құдайым жетімде қылмас болсай жай, ананың қадірін ұл мен қыз тіріде кезді білсең шай. Ананың қадірін ұл мен қыз тіріде кезді білсең шай. Бәрекелді. Екінші айналымға шыққан ақындарды ортаға, бірінші тобын, бірінші жұбын ортаға шақырамыз. Балғынбек пен Жандарбек. Шығарған гүлді жерден, күнді көктен, құл едік бір Құдайға құлдық еткен. Ежелде мұсылманның баласына бісміллә деп сөз бастау үлгі көптен. Қайта айналып келгенше қаттасықтым сынаптай, шіркін уақыт сырғып өткен. Әуел Алла, содан соң сіздер балаңды дүбірге сап дүлдүл еткен. Тыңдарманы болса да болмаса дәл сіздердей ғұмыры ақындардың мұңлын еткен. Сарғайған жапырақтың сағағында тамшының тағдырындай дір-дір еткен. Айтысты өліп сүйген барлығыңды бағалаймын басқадан құнды деп мен. Анамның дәл өзіндей алаш жұрты, балаңды қолдап жібер шын жүректен ай. Жеңіске туған кезде үмітті шақ, көрейін қайнағама құрықты сап. Сықиып костюм шалбар киіп кепті, свиданияға кеп тұрған жігіт құсап. Қарсылас жұптап берген қандай маған, сумоның балуаннан аумай қаған. Мен өзім 20 жаста үйленіп ем, жігіт боп тамырында қан қайнаған. Сөйсем саған күйеу бала боп шығыппын, үйленіп нем бар еді сор қайнаған. Қарындасынан келгенде зорға қашып, қайнағаңа тап болған қандай жаман. Халқымнан айналайын дархан алып, жандарыңа жағатын ән табалық. Қасында балта тілді Балғынбектің күйеу бала кетпесін балталанып. Жүрилердің біздерді қосқанын ай, сені бүтін ал мені палтарағып. Мінекей
Зейнұр Арқанның арқасында айтыс келіп орнады арқаға құт. Қытайдан бір-ақ ақын шақырып ап, айтыс жасап жібердік халықаралыға. Құдайым бақыт ет деп біз тілейміз қазақтың айтыс сүйер қайманасын. Пышақ алып жүгірген қайнағаға қазақтың көрдіңіздер қай баласын. Сен біздей үлкендерге тисе берсең, із-түзсіз кеткен жанға айналасың. Нұр Отанның қасында тұрған кезде тіліңді ысып жүрсең бәйге аласың. Бір атамның қасына келген кезде бір жерді қысып жүрсең бай боласың. Алағайым біздерге бет бұрыңдар, тіліңді өлтірмеген тек тұлың бар. Кешегі Мұхамеджан Оразалы сахнада төгушет отты жырлар. Аманжол Меліспенен Бекжан ақын оған ұрған шапалақты шоқ қылыңдар. Солардан мен қалдым ба болып тәуір, маған да ілтипатты көп қылыңдар. Әйтпесе сақалдыны сыйдырмай жүр, өкшемізден ере шыққан көп құлындар. Айналайын жүрүйлер өтінемін, жас баладан балымды көп қылыңдар. Түгіл братанды менсінбейді, 91-де туылған боқ мұрындар. Ау Балғынбек бірінші орын етті жеуден, екінші орын еденді тепкілеуден. 91-де туылған боқмұрын деп сойылмен танауыма соққы берген. Мен сіздей қайнағаға таңғаламын, қыз алдым деп отырем текті жерден. Жырымның ішіндегі отты көрмей, мұрынның ішіндегі боқты көрген ай. Ау әзіл деп қайнағама өлең етем, бір алғы сөз күлмекке керек екен. Сіз осы алғаш айтысқа шыққан кезде деді жұрт шешен екен, шебер екен. Қозының асығындай жігіт едің, ал бүгін бір дене жоқ, денең етең. Қарлығаштай жырыңды қалықтатып, жұлқынып жер тепкенің бөлек екен. Хайлайлым деп жүрушең ұшып қонып маймай болып кеткенің неден екен. Өзгерген тұлғаңызды көріп тұрып, мен де жұртпен бірігіп елең етем. Пингвинді алғаш көрген бір апамыз, қарлығаштың семірген ай деген екен ай. Ау аюдай шығып кеткен былтыр тауға, биыл қайта кеп тұрсың жыр шырқауға. Бағана сарасызды шіректеді, онысы қалжың бәлде құр сылтау ма? Сізді көрсем көзіме елестейді шірек емес кәдімгі кунфу панда. Айбек ақын шықты ғой Қанатбекпен Тоқайып кездескендей Худзин тауға.
Алпанда Жандарбекпен кездесіп тұр, Медведев келгендей Нұрсұлтанға. Ағайын, бұл айтысқа сен жүри бош. Сен кімді жеңді десең ренжімеймеш. Бағана бұқа деді, қошқар деді. Ал енді пандасын ес, пингвин ес. Пендеде тежела бес жігіт едім, пингвиннің ішінде средний бес. Аюсың деп Медведевке теңеп жатсың. Бойымда қылығым жоқ, вредный еш. Ақпарат тез тарайтын бұл заманда әңгіме айтпасаңшы пенде бос. Медведев сақал қойып алыпты деп бір өсек таратпасын Тенгриньос. Бақыт бар деп кім айтты? Кілбайлардың соңында талай соғыс тұтанып, талай елдер сорлаған бұл мұнайдың соңында. Бақытты болу ағайын, тыныштықты сақтасаң бір Құдайдың қолында. Қайдайым, қайым, қайдайым. Ау, тұлпарды сақтайтұғын тұяқ болар, қыранды сақтайтұғын қияқ болар. Медведев ақтарды қазақшасын, Ресей бізге сырын жиі ақтарар. Енді біздер қазақша сөйлемесек, орыстың аюынан ұят болар. Қазақтарға қазақтай дос қайда бар, қазақтарға қазақтай қас қайда бар. Тірсегінен қиылған тілім үшін жанбарма ұйқы беріп рас қайғалар. Төр жақта төрелер көп, қайғы түгіл, басқа тілде сайраса бас бәйгалар. Ал енді ана тілге келген кезде аяқ емес ауыздан ақсайды олар. Ана тілде сөйлеуді талап етсең бәрінде жауап берер жақсайла бар. Біз кеңестің кезінде өстік қой деп СССРді даттауды бастайды олар. Өзбектерде шықты ғой СССРден ана тілсіз аузын ашпайды олар. Саясат бұлай тұрсын орыс тілін сауда жасап тұрса да қоспайды олар. 20 жылды үйренбеген ағалардың бастары боп кеткен бе бос қоймалар. Жаздырып жаттап алып сайрағанмен таратпас шайнап берген ас бойған әр. Туған тілін ұмытқан тас жүректер күні жоқ өз анасын әсті ойланар. Адамның миы суға айналғанда жүрегі жібімейтін тас қайналар. Бетіңдегі ұятыңмен ардайқындар, бұл қазақтың тіліндей қандай тіл бар. Сол тіліңнің досы кім, дұшпаны кім, мәселені кез келді енді айқындар. Ана тілдің достары өздеріңдей айтысты қос қолымен қолдайтындар. Екіншісі еміреніп ел көралып, қан терін қазақ үшін арнайтындар. Үшіншісі қаңырап қаңсып жатқан ауылда өмір сүріп сорлайтындар. Бұл үш достың көбісі кедей кепшік, байлықтан бағы онша жанбайтындар. Ал енді ана тілдің дұшпандары шетінен шекірейген ең бай қулар. Қазақшасын қағазға жазып алып, құрметті қонақтар деп алдайтындар.
шайырлардың аузын жауып тастап, айтысқа сүйресе де бармайтындар. Қазақша оқытқанын намыс санап, немересі шетелді шарлайтындар. Осылардың көбісі төр жақта жүр, халықты әбжыландай арбайтын дәл. Тақ осылар беттері шімірікпей, елдің тірегіміз деп сарнайтындар. 300-дің басын қалай қосады екен, 2 сөздің басын қоса алмайтындар. Ау көкейгім мынадай бір сыр кеп отыр. Ақының жырдың шоғын үрлеп отыр. Біз неге араптардай болмаймыз деп, қазақты қазақ бекер күндеп отыр. Уа халқым, айналаңа бір көз салшы, сенің көшің басқадан ілгер отыр. Көршілер қанша алпауыт болғанменен Қазақстан бүр жарып гүлдеп отыр. Өйткені менің елім шүкір айтып, мұнайға емес Құдайға құл боп отыр. Алланың асыраған ақ тоқтысын, арланның жемейтіні шын боп отыр. Я Алла, тұғырынан хандалмағай, хандалып қараша жұрт сандалмағай. Бақтайған ел алысат басшысымен деген сөзді дәл айтқан шалдар қалай. Ақайыпты бездірген айырғалпақ қырғызды билемеген хан қалмадай. Каддафиді өлтірді ливиялықтар, ақшқа жем боп кеткен аңғалдар-ай. Сирияның бірлігі іштеніріп, шатақ шығып кеттеген Шамнан қалай. Осылардың қайсы гүлдеп кетті, таразылап көршелім талғамға бай. Ұрпаққа үлгі болуды ойланайық, бір таққа таласуды армандамай. Алланың қашпасаңдар жарлығынан, қазағым қабыл болар мәңгі дұғаң. Мемлекет болған жерде мәселе бар, уын шашпай тұрама зәрлі жылан. Жемқорлық, парақорлық, нашақорлық, сан сауалдар көкейге салды күмән. Біз осымен жұрт болып күресейік, бір ғана жегіп қоймай ханды бұған. Тек қазағым сабырдан айырылмасын, сар алтыны кетсе де сандығынан. Күрмеуі күрделістің шешіледі, біздің жұрт адаспаса нарлығынан. Адамзатқа шығатын жол табылат, қабірден басқа жердің барлығынан. Ау шыққанда батырлардың тақымдысы, тақсіретке шыдайды батыр кісі. Осымен мен сөзімді аяқтайын, айтыстың емес шығар ақырғысы. Қазақтың тыңдадыңдар жас баласын, сөзіне жау түңіліп дос қарасын. Осындай шұрайлы сөз естігенде қазақ боп туғаныңа мақтанасың. Жандарбек жүрегің жас болса дағы, тіліңнен елдің мұңын ақтарасың. Бүгінгі кеш ақиқат кеші болсын, мұн айтқан ақындардың есі болсын. Рахмет Нұр Отанға бізді тыңдап, ойларына пікірді қосып алсын. Ақынның сөздеріне құлақ асар, партия көңілінің қошы болсын. Көп векторлы саясатты Қазақстанға, көршіміздің барлығы досы болсын. Алдыңда айт ақынның қос баласы, айтысып айтысқанда айтқаны осы болсын. Осы
екінші айналымдағы ақындардың қазылар алқасы шығарған ұпай есебімен жеңімпаз анықталады. Оған себеп былай. Біз ақындарымызға қазір бір тосын сый ұсынғалы тұрмыз. Бұл бүгінгі айтыстың да өзінің ерекшелігі. Біз қазір ақындарымызға экраннан суреттер көрсетеміз. Сол суреттердің ішінен осы жұптағы екі ақын бір суретті таңдайды, және сол суретті өзі қалай көреді, қалай оған әсер етіп тұр, соны өзінің ақындық шеберімен жырлап шығады. Келісесіздер ғой осыған? Үшінші суретті ашыңыздар. Біздің көрерменнің қалай түсінетінін өзіміз білеміз, ақындарымыз қалай түсінеді екен. Ендеше біраз суретке қарап, өздерінің ойын тұжырымдап алғаннан кейін айтысына кірісуіне болады. Піскен бидайды комбайнмен жинайды. Жандарбектің шалбары Балғынбекке сыймайды. Келекеуміз жырлайық, экрандағы шимайды. Біреулерге қол шатыр, біреулерге үй қайғы. Ескірмеген махаббат, ескірмесе қирайды. Екі жақсы қосылса, бірін-бірі қимайды. Екі жаман қосылса, бір зонтикқа сыймайды. Ау суреттеп сайрамасын неге тілім? Біреуі емеспін ғой мен екінің. Ағайын назар салып қарайықшы, бұл сурет бізге тәлім беретұғын. Ойпырмай қартайғанда қандай жаман түтініне уланған темекінің. Екеуінің жанында туысы жоқ, ұрпақта жоқ, соңынан еретұғын. Бұл сурет бәрімізге дәлелдеп тұр, кәрілік түбі бізді жеңе. Жас кезде ата-анаңа қылған ісің, қартайғанда өзіңе келетінің ай. Қарайым бұл суретке әр қырынан, екінші вариантым бар мәнді бұған. Үйдегі ұл мен қыздың тәрбиесі екеуінің тағдырын зарлығыған. Сыйдырмаған секілді балалары баспан емес пейілдің тарлығынан. Шал отыр өз кемпірін кінәлаумен, кемпір отыр кінәлап шалды бұған. Тәрбие тал бесіктен бермеген соң, жаурап отыр жазмыштың жаңбырынан. Біздің шал кемпірлерді сақтас екен, осы екі шал кемпірдің тағдырынан ай. Ау шалдардың сезіміне сенетінем, түртіп тұр бұл кемпірді неге түлен. Мына кемпір қыз құсап қырсығады, бір гүлі ашылмаған 12-ден. Шалына қайта риза болмайды ма өзін қорғап отырған жел өтінен. Әй кемпір көңіліңді көтерсеңші, егер шалың болмаса өлетінен. Шалың жоқ, шатырың жоқ, аш киің жоқ, далада жалғыз қалсам көретінем.
жарайды шалды қойшы түсінеміз, қара суық өтсе де көгетінен. Жуынып аспандағы ақ жаңбырмен, жылынып отқан шығар темекімен. Ай, болмайды несібені халал ішпей, алмайды мұндай суретті адам істей. Сен өзің вариантты қаптаттың ғой, қабілетің бар екен жаман іскей. Ал менде бұл суретке бір вариант бар, ол бірақ Шымкентский емес, Таразский. Қаусаған қасіретті қара шалмын, кемпірім көңіліме жара салдың. Өкпелеп теріс қарап отырсаң да, мен саған жаңбыр жауса қарасармын. Тып-тыныш жатыр едім пәтерімде, өкпелеттің осында әкелдің де. Сынаптай сырт айналса өз кемпірің, өмірді сүргенің ғой бекер мүлде. Баяғы жаутан қаққан жанарың жоқ, отырмын теріс қарап амалым жоқ. Айтушен қыз күніңде есіңде ме, мен сені өлгенше бағамын деп. Әй кемпір не істетпейді қу тіршілік, кейбіреу байлық қуып жүр құлшынып. Өкпемізді қалдырып осы жерге, Құдайға жасайықшы жүр құлшылық. Қадірін білмедің ау, қолда бардың, қауқайып қара басым жолда қалдым. Жаралған әйел қисық қабырғадан дегені рас екен молдалардың. Несіне өткен іске өкінемін, өкпені ұмытуға бекінемін. Жүршенді қаймақ қатқан шай ішейік, соңғы рет сенен соны өтінемін. Көтерді ғой бастаманы, партияға көпті искен ашқалады. Ау бәке, мен қалжыңдап айтып тұрмын, халқымды бір серпілтіп тастағалы. Алтынбекше қара шалға салған кезде аналардың көзінен жастамады. Артымдағы суретті көрген кезде көп адам ата-анасын еске алады. Отбасы жайлы айтып кетейінші, бұл жерде сондай пікір хош болады. Отбасы құндылығы айтылыпты әдемі асқаралы. Ажырасу көбейген бұл заманда, мәселенің айтылсын басқа жағы. Ерлер мен әйелдерге ақыл айтам, бір-біріне ашылсын деп қас-қабағы. Нұр Отан мүшелерден құралғанмен, Ұлы Отан отбасынан басталады бай. Шыныменен арланбысың, ойланшы отбасыңа қорғанбысың. Әйеліңнен аяма жылы сөзді, тамақтың жегін келсе ең дәмдісін.
елге емес жұмсалсын әділетке, бойыңда толағайдай толған күшің. Әйелді өз анаңдай қадірлесең, бақыт болар басыңа қонған құсың. Еркек әйел үстінен шағымданса, іс емес ол Құдайға жағымды онша. Ешқашан шаңырағың шайқалмайды, иманың солқылдамас кәміл болса. Пайғамбардай күйеуді кім сыйламас, егер күйеу Әлидей әділ болса. Әйелге де ақылды тізіп айтқам, жақсылықты жасырмай жүзін айтқам. Біздің қазақ келінім сен тыңда деп насихаттың барлығын қызын айтқан. Қыз қонақ келін елдің келбеті деп кемеңгер даналарым түзу айтқан. Айтайын баршаңызға таныс жайды, аш көздік жүректерді жаныштайды. Қайдан тапсаң да әкел деп кейбір әйел күйеуін харам іске бағыштайды. Көңілінде қанағат болмағаннан тыныштық пен береке алыстайды. Ақшаны мен де сенен көп табам деп жақсы әйел күйеуімен жарыспайды. Бойындағы иманы берік әйел әрқашан абыройын пәк ұстайды. Себебі күнәлі іске шатылудан әйелді еркек емес ар ұстайды. Демеңдер мынау ақыл үйретеді, бұл ойды айтқызған мынау сүйретеді. Отбасы кеме болса, өмір теңіз, толқыны су бетімен сүйретеді. Керіске шыдамасаң, кемелерің тесіліп су кетеді. Менмендік, тәкаппарлық, өшпенділік ұйып тұрған отбасын күйретеді. Жандарбек енді аман бол есілерім, құлыным боп қасымда өсіп едің. Енді екеуміз айтыста тамамдайық, әйтпесе мен намазға кешігемін. Бірге намаз оқиық, жүрші қалқам, соңғы рет сенен соны өтінемін. Бәрекелді, рахмет. Ал ендеше ақындардың бағасын беріңіздер, қазылар. Балғынбек. 10, 10, 10, 10, 10. Жандарбек. Бесеуі де 10. Рахмет. Ал қадірлі ағайын, бүгінгі доданың соңғы жекпе-жегіне де келіп жеттік. Екінші айналымға шыққан екінші жұптың айтысына куә болыңыздар. Алдарыңызда
Айнұр Тұрсынбаева мен Қанатбек Зайтолла. Құрманын түгендеп ап сұлу жырдың, ағайын дүбіріңе бүгін кірдім. Сәлемін баршаңызға жеткіземін, киелі еміл іле үлінгірдің. Шартылдаған шапалағын қуат беріп, табыстың талғарына туым делдің. Өз елің өлтірмейді деген сөздің ағайын қасиетін бүгін білдім айқаяғы. Төгіліп сөйлегенде талғам дері, жайылар ағайынның жайлау көңді. Айнұрау Жандарбекпен айтысқанда, сол болды шабытыңның жанған жері. Халыққа айтақынды көрсеттіңіз, оны халық белі бекем тарлан деді. Айтыстағы саптасым деп сыйладыңыз, түсінді астананың толған дері. Ал енді қатарыңа қанат келді, азуы алты қарыс арлан бөрі. Менен жақсырақ айтсарсыз, сөнбесін ағайынның жанған көңді. Жас жігіт жүрегіңе майша жағар, шамасы әлсіреген шалдан көрі айқаяғы. Манағы болған айтысты жақсы түсірдің сен еске. Айнұрдан бұйрық келгенде атып тұрды ғой айтақын, айналмаймын деп елеске. Айтыстан кейін Жандарбек сөйлесіпті ғой үйімен шығып ап биік белеске. Мамасы сонда айқайлап, ана шал жылдам қайтсын деп бастапты сұмдық егеске. Суретпен бізді сынаса, мұны ешкім артық деместе. Жаңағылардың суретін талқылап көрсем кеңесте. Үстінен жаңбыр төкпелеп, жаман кемпірі өкпелеп, айтақынның үйінде түсірген сурет емес пе? Бір қиын айтыс болмақшы, бастап барады кім қайда. Шабытымызды өрлейтін Жандарбектердей ұлғайда. Алыстан келген баласын сүйсініп халық тыңдай ма? Жалындап жас боп келдім дейді, абайлап отыр Қанатбек, сағыңыз сосын сынбай ма? Жас жігіт деген негізі көне қоймайды ыңғайға, қадірін қыздың білетін шалдар жақсы ғой мұндайға. Үш жігіт шықты финалға, мен соңдарынан ерейін. Әуелі Алла, содан соң сендерге халқым сенейін. Ал жағынан Алтайдың алтындай келсе бауырым, асырмаймын ба мерейін. Керектеп жатса жүректі кеудемнен алып берейін. Алдыңа шығып ағайын, әппақ өлеңнен төгейін. Бұлардан несін қорқайын, өз пешенемнен көрейін. Жаулықтылардың намысын жалғызап қорғап көрейін. Шығармыз ел қолдаса айғаяғы, биіктерге, не жетер көмілгенге тұнықтерге.
Ақылдарыңның қадырын енді білдің, бірақ енді олардан үміттенбе. Өткен өмір қайтадан оралмайды ау, түскені ісің осы жігіттерге айғаяғы. Ағайын пейіліңмен мақтанайын, Айнұрау жүрегіңмен дос болайын. Жүрегімді жұлып берем деп отырсыз, бауырлық тілегімді ақтарайын. Ата жұртқа сағынып келіп тұрмын, қазағым осындай деп аттанайын. Сарыарқаның қазағы жарайды деп, Алтайға сәлеміңді апарайын айғаяғы. Құшағыңнан ып-ыстық орын берсең, ұжымаққа барғандай боп қалайын айғаяғы. Қауышып отырғанда пейілделге, нежесі мейірімен семіргенге. Бір жақындық сеземін дидарыңнан, өкісі тақияңның көрінгенде. Бұрын қазақ қыздары қандай еді, сезімін арнай білген сенімдерге. Ұзатылса көрісіп аймағына, қимастық жасын ірткен қоңыр көзге. Ал бүгін жүрегіңе жүк түсірет, өзгерген өңірді өзге, келінді өзге. Атанал ата-енелер қысылатын болып барат, кейіпсіз кепшектері керілгенде. Айнұрау қандай ақыл айтар едің, осындай үй атазған керімдерге айғаяғы. Ақтарсаң ата дәстүр шежірені, ағайын көкірегің кеңіреді. Бүгінгі қазағымның кей қыздары батыстың ауқымына беріледі. Сандарын ақсазандай жарқыратып, кіндігі күндік жерден көрінеді. Ертеңгі ана болар сылқымдарың абыройын жабудан ерінеді. Мен келдім қалың ұйғыр арасынан, олғалық исламға берігеді. Әйелдері басынан желек алмай, торғынменен торқаға көміледі. Тәжіктер қыздар жайлы заң шығарды, естісең емешегің езіледі. Жалаңаш жүрген қыздар қылмыскер боп, ата заңның алдында жеңіледі. Айнұрау біздің қыздар қалай боп жүр, сесімен сескендіріп серілерді. Ұлт болам десең түзе бесігіңді, деп айтқан әуезіптей ерімеді. Осы жайлы не дейсіз Айнұр әпке, бүгінгі қыз ертеңгі келін еді айғаяғы. Ғайбаттап сонша қайтесің, қазақтың досын бар қызын. Осы елемес пе туғызған Тамириспенен нарғызын. Ұйғырды мақтап соншама елестетесің хан қызын. Қандай жаман болса да маған қазақтан жақсы жоқ, шықпасын деймін жалғыз үн. Тілегі бізбен бір болар, әр қазақ менің жалғызым. Төріне елдің келгенде, қайтесің елді жамандап. Нұр Қазақстан осы ғой, басына жатқан бақ орнап. Сенсіз де жаулар көп бізде, құрдымға қазақ кетті деп капелюс жатыр жамандап. Әбіләзовтың канал ол асыңды жатқан арамдап. Барлық ақшаңды сыпырып, шетелге қашып құтылып, енді кеп батыр боп қапты, шындық қайда деп табандап. Билік пен елдің арасын біріне бірін жау қылып, әлдегімдер жүр қараңдап. От шығып кетсе деп тілеп, батысым отыр жалаңдап.
жылатып кетер күліп кеп, ақштан келген бүлік деп ел үшін жүрміз алаңдап. Біз үшін қымбат тымыстық, ынтымақпенен тыныштық, қолдағы бардан айрылып қалмайық жұртым арандап. Бауырға тартқан ел едік, қай елдің болсын анасын. Сағынып жүрген ел едік, алыста жүрген данасын. Өзіңді өзің жамандап, қазағым қайда барасың? Тыныштығыңа не жетеді, табатын әркез жарасын. Тып-тыныш кім бар билеген, кең байтақ қазақ даласын. Тату қып кім бар ұстаған, батыста орыс орман мен шығыста Қытай арасын. Шетелге кім бар оқытқан, қара көз қазақ баласын. Қазаққа кім бар сап берген, Астана сынды қаласын. Бағалай білген ел едік, осындай ердің бағасын. Азаматтарым аман болып, асқақтай берші алашым. Айнұрау теңізден де терең едің, жүйрікті мен де шауып жөнелермін. Қазақты жамандағай келгемін жоқ, сөзіңе қалай ғана бөгелемін. Дос жылатып айтады деген қазақ, келмейді тұлпарымды өрелегім. Қазақтың бәрі қызы ондай емес, қисықтары түзелсін деген едім айқаяғы. Сақ үйсін өртіріктей жұрттан қалған, Астанаға көрген жан құштар болған. Көк туың көк аспанда желбіресін, даңқың асып Париж, Берлин, Стамбулдан. Қазақта қара шаңырақ дейтін сөз бар, сақ үйсін өртіріктей жұрттан қалған. Қанаттының момыны қарылғаштай, ұясап жұмыртқалап құстар қонған. Бабасына мұра боп баласына, сан ғасыр өрнектеліп ұсталғаннан. Осылай қара шаңырақ аталыпты, талай жылғы түтінге ысталғаннан. Біздің қазақ оқсайды қарылғашқа, шаралы шаңырақты тұтқан қорған. Ал Астана ордасы алталаштың, түтінін дүзу қылсын ұшқан дордан, ұшқан далдан. Астананың қожасы қазақ қана, сақтасын көзі қылый дұшпандардан айқаяғы. Бәрекелді Қанатбек, бәрекелді, рахмет. Қадірлі ағайын, алдарыңыздағы ақындарымызға да жаңағы шарт бойынша сурет ұсынамыз. Сол суретке қарап, ары қарай жалғастырамыз. Қанатбек өкпелеме ортадан бөлді деп. Ендеше экранға сурет беріңіздер. Бесінші ұяны ашуларыңызды сұраймыз. Ал кезек сіздерде. Ал болашақ жету үшін мұрат қашын, ұлтының ақ үмітін ұлақтасын. Айнұр әпкем суырса соғыс шықты, ағайын ақындарын сынапталсын. Осындағы қара көз қандастарым сіздерді ал ешқасан жылатпасын. Кең далаңда соғыстың сойқаны боп, ешкімнен тілім нанды сұратпасын. 300-дің берекесі бекем болып, бір алла көк туыңды құлатпасын. Ай суреттен қалы қалды толыққа бар, ағайын жүйріктерің анықталар. Бәрінен де керегі тыныштық қой,
сөйлесек кереді халыққа жар. Патшасының қадырын білмесе ел, аулында күнде бөлік соғыс болар. Ұрпағың болашағың ғұмырың ғой, баптамасаң ағайын солып қалар. Жолыңнан тоқтатпасын ешбір дұшпан, қазағымның керуені алысқа барай. Жырлайын шамам келгенше, шабыттың мініп жорғасын. Барлық әлемде тілегім тек бейбітшілік орнасын. Алла деп отқан бар елді Құдайдың өзі қолдасын. Бесікте жатқан сәбидің жанары жасқа толмасын. Айнұрдың айтар тілегі береке болып жолдасын. Қазақстанның жерінде мұндай суреттер болмасын. Сүйсіндіп бізді отыр ғой мұндағы жұрттың көптігі. Тойлап жатса ағайын қарындарының тоқтығы. Бағалай егер білмесең, бірақ күнде тұтанарыз. Қатал соғыстың оттығы, балаң жыласа сол болар болашағыңның жоқтығы. Саясат деген кәдімгі шахматтағы тақтазың. Далама батыс шығыстан әркім бұруда атпасын. Сіздерге айтар тілек сол, көк қағаз үшін өз балаң мүддесін елдің сатпасын. Сырттан жауыз деп жүргенде дұшпандар іште жатпасын. Дұшпанға ашып бергендей отырардың да қақпасын. Асырап баққан күшігің, әуезіп жазған кешегі. Азулы шығып өзіңді көксерек құсап қаппасын. Өз қорасының тауығын ұрлап жейтұғын мысықтай. Қомағай әкім халықтың қазынасына шаппасын. Қазақтар құсап бар әлем, құрметтесе екен патшасын. Басшыға бағынбағанның көрдік қой опа таппасын. Шаңырағымыз құламай, сәбилеріміз жыламай. Халқымды Құдай көлденен қан төгістерден сақтасын. Айнұр мен Қанатбектің айтысын тамашаладыңыздар. Ендеше қазылар бағасын беріңіздер. Қанатбек 10, 10, 10, 9, 9. Айнұр 10, 10, 10, 10, 10. Қымбат ағайын, осындай жүрек лүпілдетер сәттерде адамның ойына сан түрлі естеліктер оралады. Сондай ескірмес естеліктердің бірі Оразалының айтыстары. От ауызды, орақ тілді оразымызды, Оразалы Доспосыновты жер қойнына тапсырғанымызға биыл тура 9 жыл болыпты. Тағдырға ешкімнің таласы жоқ. Өлімге өкпелей алмайсыз. Бірақ сағыныш шіркінге де дауа жоқ екен. Оразға деген сарқылмас сағынышымызды тым құрыса архивтегі бейнесімен бір сусындатып алсақ, ендеше экранға қарайық ағайын. Жақындатқан жырақты, лапындатқан шырақты,
ғасырлардың уақыты ұлтарақтай сияқты жеткізбейді сонда да титықтатып тыңатты тұнық жүрмен берейін сусаған елге суатты сен де тыңдап бауырым жымыра бермей құлақты жырға келгенде еттімін тісіммен тістеп ұстаушым сырғанатпай сынақты тілімнің майын тамызсам қураған шынар көгеріп қу тұқыл алар қуатты Оразалы өмірден өткен соң көп ұзамай жары ажарды жол апатынан дүние салғанын білесіздер. Олардың артында алтын асықтай екі перзенті Нұрсұлтаны мен Нұрайшасы қалды. Бүгін сол екі құлыншақ осынау айтысқа қонақ болып келіп отыр біздің ортамызда. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер дейді қазағымыз. Нұрсұлтан да, Нұрайша да өнерлі балалар. Нұрсұлтан әке жолын қуып, өлең жазып жүр. Ендеше мен қазір сіздердің алдыларыңызға мынау сахна төріне Нұрсұлтан баламызды шақырсам деймін. Алдарыңызда Нұрсұлтан Оразалыұлы Досбосынов. Көзден кетсе көңілден кетірмеген, әкең өлсе өлмесін көзін көрген. Астанаға шақырды бізді бүгін, замандастар, достары бірге жүрген. От ауызды өткір тілді ақын екен, шырылдап шындық десе батыл екен. Халқының қамын жеген азаматын еске алып елі бүгін жатыр екен. Ерте кетті өмірден жол апаты, халқы үшін айтылмай көп арманы, өлмейтін сөз қалдырды сан ғасырға, қазақ барда өлмейді әкем аты. Қадірлі ағайын, осы жерде тебіреніп толғанбай отырған шамалы шығар деп ойлаймын. Бауыржан ағасы, бір ауыз тілек айтасыз ау деймін. Мен сізді сахнаға шақырайын. Құрметті ағайын, бүгін айтыстың керемет жақсы, сондай мерейлі тойы болып жатыр. Енді осы біздің бауырымыздың ұрпағы келіп отыр осы салға. Сол себептен сіздердің атыңыздан бүгін осы айтыстың арқасында жиналған ақшаны осы балаларға берсек. Әлемге деген терезе болсын деп, партия тарапынан тағы бір терезе сыйлайық. Мен ортаға бүгінгі кешке қатысқан ақындарымызды шақырғым келеді. Айбек Қалиев, Мұхтар Ниязов, Біржан Байтуов, Сара Тоқтамысова, бүгінгі айтысқа қатысып тамаша өнер, дүлділ өнерді көрсеткен ақындарымызға 500 мың теңгеден әрқайсына. Жарыс болғаннан кейін оның жеңімпазы болады. Ендеше сол үздіктерді марапаттау үшін қазылар алқасын сахна төріне шақырайық. Тіл жүйріктің ішінен оза шауып ең үздік атанған бас жүлденің иесі Айнұр Тұрсынбаева. Бас бәйгін құтты болсын. Талай бәйгіні жеңіп алып жүрсің ғой осындай айтыстарда. Бүгін сіздерге өте қуаныш сыйлаған өнер адамдарына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Бұл кісілерді біз әрдайым құрметтеуіміз керек, өйткені бұлардың бәрі дара, бұлардың бәрі туған талант. Ондай талант бізде екі күннің бірінде туа бермейді. Бірінші орын иегері
Жандарбек ақынды ортаға шақырамыз. Болашағына мен сенемін. Ойы, орысша айтқанда оригинальный, ешкімге ұқсамайтын, өзіңнің шығармаң. Сондықтан мен құттықтаймын, мына сыйлықты саған сыйлаймын. Бәрекелді, құтты болсын. Кіл жүйрікте кім жүйріктің бірінші орын иесі. Екінші орынның иесі Балғынбек Имашев. Бәрі жақсы айтысты. Мына Балғынбек әбден қалыптасқан ақын. Балғынбексіз айтыс өзі онша қызық болмайды өткені. Балғынбектің жақсы әзілі бар, қалжыңы бар. Ол халыққа жағады шырағым. Сондықтан құтты болсын. Екінші орын иесі Балғынбек Имашев, 1 миллион теңгемен марапат иесі. Үшінші орын иегері Қанатбек Зейтолла, 750 мың теңгемен марапатталады. Құтты болсын. Кіл жүйріктеріңіз аман болсын, қадірлі ағайын. Сөз аламаны мәреге жетті, аман сау болыңыздар. Қазақтың сөзі, қазақтың өнері жасай берсін. Еліміз еңселі әрдайым аман болсын.